Қайырлы күн, құрметті пайдаланушылар. Ислам ғасырлар бойы адамзаттың рухани тірегі болып келеді. Қазақ халқы жаратқан иемізге құлшылығын жазбай, салт-дәстүрін берік ұстанған халық. 31 шілде күні мұсылман халықтарының ең басты ұлық мейрамы Құрбан айт мерекесі басталады. 3 күнге созылатын мейрам жыл сайын хижра мұсылман күнтізбесі бойынша Зулхижа айының 10-шы жұлдызында Арафа күнінен кейін және ораза айт мейрамынан 70 күн өткеннен кейін басталады. Құрбан айт мұсылманның жұртты құрбандыққа мал сойып, думанды мейрам жасап, үлкен кіші арасында үгіт-насихат өсиеттер айтып, бір-біріне құрмет көрсетеді. 31 июля приближается один из самых значимых праздников ислама – праздник жертвоприношений – Құрбан айт. В этот день в мечетях читается айт-намаз, люди поздравляют друг друга с праздником и приглашают за стол, помогают нуждающимся, делают жертвоприношения. А о том, что такое жертвоприношение и как правильно его совершать, расскажет нам Аксакал. Құрбандық деген мұсылман адамына берілетін ол садақа. Ол құрбандықты шамасы келген адамдарға союға парыз. Шамасы келмейтін адамдар оны соймайды. Соймаса да болады, шамасы келмеген. Құрбандық шалған адам ғана қасылы өзі ғана. Имам дұғаларын оқиды оның. Сосын сояды. Құрбандық шалатын адам қойдың жүнінен бұлай ұстап тұру керек дейді бұлай. Жаны шыққанша. Сонда дейді барлық күнәлары кешіріледі оның адамның. Құрбандық шалатын адам. Қой 1 жастағы, сиыр 5 жастағы, түйе 8 жастағы бұларды союға болады. Только аша тұяқты, бұлай жылқы не союға болмайды. Праздник Құрбан айт напоминает нам о том, что все мусульмане должны помогать и поддерживать друг друга, особенно в этот праздничный день. А жертвоприношение помогает нам приблизиться к Всевышнему, искупить грехи, а также выразить нашу благодарность Аллаху за все его дары, укреплять свою веру. И Аллах, свят Он и велик, поможет вам и вознаградит вас. Ұлық мереке құтты болсын. Айт күнгі ізгі ниеттеріңізбен шалған құрбандықтарыңызға Алла Тағала қабыл етсін. Әрбір отбасына бақыт береке қонсын. Көп ұлт пен ұлыс отанымызға бірлік пен ынтымақ берсін. Жаратушы иеміз сүйікті Қазақстанымыздың мерейін үстем етіп, халқымыздың ауыз бірлігін арттыра берсін.